Ассаламуалейкум. Қордай 83-тегі барлық автокөлікті көрсетемін қазір и айына қанша шығатынын көрсетемін бағаларымен бірге. Сіздерге ыңғайлы болсын деп бір 2-3 минуттай шай ішіп отыра тұрыңыздар. Мен барлығын көрсетейін. Так, бізде Prado 4 литр газ бензин 8 жыл бір хозяин болған, бағасы 10 миллион 500. Егерде наличка болса, обмен трейдин болған бар. Бұл айына примерно 320-330 мың шығады 5 жылға. Алғашқы жарнасыз да. Так, бізде міне Chevrolet Nexia 2023 1.5 бағасы 5 миллион 800. Бұл айына 150-160 мың теңгеден шығады. Бұл автомат. Так, келесі бізде Skoda Rapid 2014 1.6 бағасы так 4 миллион 500 механикада. Бұл айына где-то тоже 150 сондай шығады. Так, Legenda. В общем, Инстаграмда жарып атқан бізде міне 124 E280 95 жылға, объем 2.8, бағасы небәрі 2 миллион 400. Бұның состояниесі енді айта алмайым. Кондері жұмыс жасайды. Бұның салонын көрсетпесек енді болмайды. Автомат коробкада. Салонын қараңыздар, қандай тамаша. Полный на ходу. Налға болса өте жақсы торығымыз бар. Так, келесі бізде Kia K7 кеше ғана келді. 2014, объемы 2.4, бағасы 8 миллион 700. Егерде история жақсы болса, барлық автокөлікті алғашқы жарнасыз да шығарып береміз. Кожаный салон, комплектация, безключевой доступ, полный электропакет, дерево, в общем, қымбат енді. Артын көрсетіп жүрейін қазір. Анда жақтан қолын тығып жүре, амандық. Задний обдув. Джойстигі барлығы бар. Кожаный салон. Так, амандық, біз Camry'дан өтіп бара жатырық қой. Так, Kia K7 2014 жылын айттым ғой. Так, Camry бізде 2.5, бағасы 10 миллион 700, осындай серий түсті. Мультируль. В общем, все не дегенде ғой. Тура там кинодағындай ғой. Барлығы полный кинодағындай. Алғашқы жарнасыз да шығарып береміз. Так, бұл айына примерно 300 мыңнан шығады. Так, Депал. Сатылып кетті, бірақ ішін көрсете салайын. Мен жаққа қарай кел. Жоқ, жауып кеткен. Ішін көре салыңыздар ше. Ұйқыма. Так, Kia Rio 2014 1.6 бағасы 5 миллион 700. Автомат коробкада. Велюр. Айына примерно тоже 150-160. Так, Cherry Tiggo 8 Pro 2024 полный панорамада. Объемы 1.5, бағасы 11 миллион 700. Осындай түсте, мына түсін қазір мынау шамдары аша алмай тұр. Негізі айбай. Анан қараңыздар, экраны, телевизорлар жанып жатыр. Бұл бізде 7 адамдық, да. Бұл бізде 3 ряд. Артынғы ряды да бар. Үшінші. Адрес Астана қаласы, Қордай 83, без выходной жұмыс жасаймыз. Так, міне бізге Kia Sportage келді, 2024, 360 камера, 2D, 3D, полный комплектация, расход қалада 6.5, 8 ступка, 2 куб, бағасы 14 миллион 500, салонын қараңыздар. Айбай, новый. Багаж кең. Так, мына жақта расчеты бар міне. Если кредитке алатын болсаңызда, жай обычный кредит болса, айына 339 мыңнан келеді. Если в рассрочку, айына 162 мыңнан келеді. Міне, новый машина. Так, Chevrolet Nexia 2022 жылғы 1.5, объемы бағасы 5 миллион 700. Автоматта. 2 боковой тонировкада, рұқсаты бар, смело любой қалада жүре бересіздер. Так, Camry 2020 люк 2.5, бағасы 15 миллион 700. Кожаный салон, пробега 55 162.
Так, тағы да Camry. 2013 2.5, бағасы небәрі 10 миллион. Серебристый цветте, чехол обновить етілген, полный электропакет, мультируль, 2.5. Так, Nexia 22 жылғы 1.5, бағасы 5 миллион 800, автомат коробкада. Бізде көрдіңіздер ме? Nexia барлығы 1.5, ойбай, 5 миллион 800, 5 миллион 700, осы неде. Так, Sonata 2023, объемы 2.5, қара түсті, кожаный салон, push start. Так, мына қатарды до конца бітіріп тастайық, амандық. Так, Nexia 22 жылғы 1.5 автомат, тоже 5 миллион 800, бірақ цветі алды істелінген. Так, міне Lexus қой, Lexus ES300H 2014 жылғы объемы 2.5, бағасы 10 миллион 700, кожаный салон. В общем, Lexusке ешқандай реклама керек жоқ қой. Ортасында сағаты бар, самый главный. Есік ашқанда, анау Lexus'ын еш шықты ма жаны? Сондай ғой. Так, енді ана қатарды көрсетейік. Так, бізде мына Полон бағасы қанша екен? Кім біледі? Так, Полон бағасы енді шығады. Hyundai Elantra 2018, объемы 1.6, бағасы 8 миллион 200. Solaris 2014, автомат 1.6, бағасы 5 миллион 800. Жүріңіздер. Kia Rio 2021, 1.6, бағасы 9 миллион. Так, ішін бір көрсетіп жүр ажан. Мультируль, кожаный салон, пленкалер бар, обшитый. Так, Sportage бізде кроссовер, сау болыңыздар. 2014, объемы 2, бағасы 8 миллион кроссовер. Бұл айына где-то примерно 220-230 мың теңгеден шығады. Так, бұл жерде бізде Camry'ді кісілер көріп жатыр. 2007 жылғы 2.4, бағасы 5 миллион 600, примерно 160-170 мың теңге шығады. Android, задний вид камера, автозаводка, накидка, мультируль. Так, дальше кеттік, кісілер көре берсін. Так, Hyundai Elantra 2023, 2 куб, объемы 2, бағасы 11 миллион. Доптары бар, Евополик, чехол. Так, пробег небәрі. Так, 76 мың ғана пробегі. Так, потом бізде Кублит. Міне Кублит. Неужели Кублитке келдік? Кублит 2023, Chevrolet Camaraға ұқсас рулі. Бағасы 6 миллион 400. Алғашқы жарнасыз да болады. Так, Haval H6 2023, объемы 2, бағасы 11 миллион 200. Так, мынау 2 ряд па, 3 ряд па екен. Так, кейбір детальдар бронепленда, скорее всего салон тоже. Задний обдув, кожаный салон. Бізде без выходной жұмыс жасаймыз. Так, енді новый қосылған біздің неге барайық. Мына жерде енді қостық, енді ремонт жасаймыз бұл жерге. Так, Kia K3 2022 жылғы 1.6, бағасы 10 миллион 700. Салон қып-қызыл, если ашық болса, әрине, без ключевой. Салонын көрсетші қандай әп-әдемі. Так, есігі жабық тұр. Так, Hyundai Elantra 2020 жылғы 1.6, бағасы 8 миллион 600. Пробег небәрі 125 мың. Полный электропакет, задний обдув, задний сиденье, подогрев бар. Бұлардың бір жақсы жері. Семьямен қыста көбіне артында балалар отырады ғой, міне сиденье подогрев бар, өте жақсы. Так, Sportage 2012, айына примерно 180-200 мың шығады. Объемы 2 куб. Бағасы 7 миллион. Цвет, кузов, наңғараңыздар. Мынау редкость негізінде. Мынау отделять етеді кәдімгідей. Так, Sportage, велюр, полный электропакет, задний подогрев тоже бар.
Так, міне Largus 2021 1.6 бағасы 6 миллион 600. Так, движок бұда, по-моему, қазір ашып көреміз. По-моему, КМ4. Жағдайы өте жақсы, міне үстіндегі багажнигімен 3 ряд полный. 3 ряд полный тағылып тұр. Қасиет, мына движок КМ4 ма, ВАЗдікі ма? Иә. ВАЗдікі? Қазір ашып көрейік, тұра тұрыңыздар, көрейік, ВАЗ, не ВАЗ. Жоқ, движок КМ4. ВАЗдікі емес. ВАЗдікі сәл нелеу болады негізінде. Слабылау болады. Так, BMW X3 2012 жылғы, объемы 2, бағасы бізде 10 миллион 700. Так, бізде міне Priora 2014 1.6, бағасы 2 миллион 600, айына примерно 60 мың ба 70 мың теңгеден шығады. Бізде 3 миллионға дейінгі автокөлікті 18 жастан бастап алуға болады. Так, міне BMW G130 95 жылғы, объемы 4, бағасы 2 миллион 200, кожаный салон, автомат, люк. Ортасындағы телефоны жоқ. Қазір бір 2 машина қалды. Так, Hyundai Tucson 2018, объемы 2, бағасы 10 миллион 100. Алғашқы жарнасыз да болады, скорее всего, есігі ашық екен. Так, пробег 104 мың. Так, соңғы машина бізде Toyota Highlander 2012, объемы 3.5, бағасы 11 миллион 900. Автоматта, есігі жабық. Осымен Қордай 83-тің обзоры бітті. Барлықтарыңызға білмем қызықты болды деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. Мен кеттім. Деп былай кетіп қалайын. Ассаламу алейкум. Жоқ, қалай.